Аманат партиясы оңтүстік су филиалы су ресурстар маркетинг бастауыш партия ұйымының есептік сайлау жиналысы өтті. Бастауыш партия ұйымы төрағасының орынбасары Бақы Жолдаров 2021-22 жылдары мен бүгінгі күнге дейінгі партия ұйымының атқарған жұмыстары және алда тұрған міндеттер туралы баяндама жасады. Бастауыш партия ұйымының партиялық жобаларды жүзеге асыру, әр жылға арналған жұмыс жоспарларының орындалуы туралы, сонымен қатар мекемедегі еріктілер тобының зейнеткер ардагерлермен байланысы, үйме-үй аралап, олардың тұрмыс тіршілігімен танысып, қажетті көмек ұйымдастырып жатқан игі істеріне кеңінен тоқталды. Бастауыш партия ұйымы бюросының құрамы жаңартылып, партия ұйымының жаңа төрағасы сайланды. Бастауыш партия ұйымының төрағасы болып Бұлан Алтынбекұлы Тұрлыбеков сайланды. Сонымен қатар Аманат партиясы оңтүстік су филиалының 48-ші конференциясына делегаттар сайланды. Жиынға қатысып сөз алған Аманат партиясы оңтүстік су филиалының атқарушы хатшысы Бақтыбай Алипов алда тұрған міндеттерге тоқтала келе, партиямыздың негізі бастауыш партия ұйымы. Сондықтан бастауыш партия ұйымының жұмыстарын жандандыра түсу үшін партияластарды бастамашы болуға шақырып, жаңадан сайланған төрағаны құттықтап, жұмыстарына сәттілік тілеп, жиынды қорытындылады. Осындай есептік сайлау жиналысы Транссервис бастауыш партия ұйымында да өтті. Бұл ұйымның бюро құрамы жаңартылып, ұйым төрағасы болып Ринат Ғабитұлы Хамидуллин қайта сайланды.